Сонымен енді комплекс санмен толық таныс болдық деп ойлаймын. Енді осыны мынадай квадраттық теңдеу шешу кезінде соны қалай қолданамыз, соған келіп тоқталайық. Ең бірінші мектеп кезінде өтетініміз, яғни квадраттық теңдеу болу үшін ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0 түріндегі мынадай квадраттық теңдеу берілетін еді. Осы жерден дискриминант x1 x2 табатын формула d тең b квадрат минус 4ac деген формуламыз бар еді. Осыны қатаң түрде үлкен не тең 0 деп, мынау дискриминант үлкен не тең 0 болған жағдайда ғана оның түбірі бар деп айтатынбыз. Ал егер дискриминант 0-ден кіші болса, онда x тиісті бос жиын, яғни оның шешімі жоқ деп айтатын едік мектепте. Яғни бұл тек нақты сандар жиынында бұның шешімі жоқ еді. Сонымен біз қазір ауқымымызды кеңейттік, комплекс сандар жиынымен таныс болдық. Демек, онда дискриминант 0-ден кіші болатын жағдай болса, онда оның комплекс түбірлері табылады екен. Қазір енді солған байланысты есеп шығарайық. Бірінші есебіміз x квадрат қосылған 4x қосылған 5 0-ге тең екен. Олай болса, x1, x2 табайық, минус 4 плюс минус түбірдің астындағы 16 азайтылған 4 еселенген 5 бөлінген 2. Сонда бұл минус 4 плюс минус түбірдің астындағы минус 4 бөлу 2 деген шығып тұр ғой, бұл жерден көріп отырғандарыңыздай. Ал енді осыны қалай шығарамыз? Бұны шығару үшін мынау минус 4. Минус 4-ті комплекс санмен ауыстырайық. Онда минус 4 плюс минус түбірдің астындағы 4i-дің квадраты деп жазайық, бөлінген 2. Демек, онда 4i квадраттан 2i шығады. Сонда бұл минус 4 плюс минус 2i бөлу 2 екен. Енді осының барлығын 2-ге бөлетін болсақ, минус 2 плюс минус i деген шықты. Сонымен міне, мынадай дискриминант 0-ден кіші болатын болса, сол квадраттық теңдеудің комплекс түбірлері бар екен. Міне, минус 2 плюс минус i деген оның 2 түбірін таптық. Енді келесі осындай квадраттық теңдеуге келтірілетін теңдеуді қарастырайық. Оған мысал ретінде мынаны жазайық. x-тің 4 дәрежесі қосылған x квадрат қосылған 1 0-ге тең болсын. Бұл жерден біз алмастыру жасаймыз, x квадратты t деп белгілейміз. Олай болса, бұл t квадрат қосылған t қосылу 1 0-ге тең деген шығады. Енді t1 мен t2-ні тапсақ, минус 1 плюс минус түбірдің астындағы 1 азайтылған 4 бөлу 2. Сонда бұл минус 1 плюс минус түбірдің астындағы минус 3 бөлу 2. Минус 3-ті қалай ауыстырамыз? 3i-дің квадраты дейміз. Сонда бұл минус 1 плюс минус мында i көбейтілген түбір астындағы 3 бөлу 2 екен. Сонда бұл минус 2-ден 1 плюс минус түбір асты 3 бөлінген 2i екен. Ал енді керісінше көріп отырғандарыңыздай x-тің квадраты t-ға тең еді ғой. Онда бірінші жағдайын қарастырайық. x-тің квадраты минус 2-ден 1 азайтылған түбір асты 3 бөлінген 2i-ға тең болсын. Демек, онда осы жерден комплекс саннан түбір табу формуласын пайдаланатын болсақ, міне былай болып тұр ғой. Минус 2-ден 1 азайтылған түбір асты 3 бөлу 2i. Ең бірінші мынаның модулін есептейтін болсақ, квадраттап бір-біріне қосатын болсақ, 4-тен 1 қосу 4-тен 3, ол 1-ге тең болады. Сонда түбірдің астындағы 1 келесі косинус. Енді аргументін есептейтін болсақ, біз минус жағдайын қарастырып отырмыз ғой. X-та теріс, Y-та теріс. Енді былайша айтқанда косинуста теріс, синуста теріс. Ол үшінші ширек. Демек, онда бұл аргументін есептейтін болсақ, үшінші ширекке түсіп тұрғандықтан, бұл пи қосылған арктангенс Y-тің X-қа қатынасы. Сонда, мында жазайық, ол 4π бөлінген 3-ке тең болады. Келесі қосылған I синус 4π бөлінген 3-ке тең болады екен. Ал енді осыны есептейтін болсақ ары қарай. Енді осыдан комплекс санның түбір алу формуласын пайдаланамыз ғой. Онда мында жазайын. x-ка ол тең бірдің, яғни түбір асты 1 ол бәрі 1-ге тең болады. Онда оны солай қалдыра берейік. Косинус 4π бөлінген 3 қосылған 2πk бөлінген 2 болады. Міне біріншісінің аргумент. Келесі қосылған I синус 4π бөлінген 3 қосылған 2πk бөлінген 2.
Ал енді осы жерде k деп отырғанымыз 0 және 1-ге тең болады. Ал жазайық онда. Міне мынау бірінші жағдай. X 0, сонда ол косинус 2π бөлінген 3 қосылған I синус 2π бөлінген 3. Сонда 120 градус. Косинус 120 дегеніміз минус 90 плюс 30 десек, синус 30, сонда минус 2-ден 1. Минус 2-ден 1 қосылған, енді синус 120. Ол түбір асты 3 бөлінген 2 иға тең екен. Сонымен міне, мына 4-ші дәрежелі теңдеудің бірінші түбірін таптық. Енді келесі түбірін табу үшін онда k-ның орнына 1-ді береміз ғой. Сонда ол косинус, мұнда k-ның орнына 1-ді беретін болсақ, бізде не шығады екен? 2π, мұнаған көбейтетін болсақ, 6, 10π, 10π бөлу 6 шығады ғой. Сонда міне, косинус 10π бөлінген 6 қосылған I синус 10π бөлінген 6. Ал енді осы 10π бөлінген 6-ны тағы да қысқартатын болсақ ары қарай, бұл косинус 5π бөлінген 3 қосылған I синус 5π бөлінген 3. Бұл 300 градус, яғни 270 қосылған 30 деп жазатын болсақ, сонда бұл 2-ден 1, қазір былай жазайын. Міне косинус, бұл 300 градус қой. Қазір мынаны 270 қосылған 30 градус дейік, қосылған I синус 270 градус қосылған 30 градус десек. Сонда бұдан атын өзгертеді, таңбасын өзгертпейді, сонда синус 30 градус. Ал синус атында таңбасында өзгертеді, сонда азайтылған I косинус 30 градус. Сонда бұл 2-ден 1 азайтылған түбір асты 3 бөлінген 2 иға тең екен. Міне сонымен екінші түбірін таптық. Бұл тек қана біздің x квадрат. Мынау бірінші жағдай дегеніміз мынау ғой, міне x квадрат, ол минус 2-ден 1 азайтылған түбір асты 3 бөлу 2 и деген, яғни ортасында минус болған жағдайды қарастырдық. Ал енді ортасы плюс болатын жағдайын шығарайық. Да жазайын, екінші жағдай. X-тің квадраты ол тең минус 2-ден 1 қосылған түбір асты 3 бөлу 2 и болды. Демек онда бірден мынаны мен қазір осы тұрған жерінен тригонометриялық түрде жазып жіберейік. Сонда бұл модулі бәрі 1-ге тең болады. Сонда косинус теріс, ал синус оң болады. Ол екінші ширек қой. Екінші ширекте ол қанша? 120 градус. Сонда пи азайтылған арктангенс y-тің x-қа қатынасы болады, фи деп отырғанымыз. Сонда бұл 2π бөлінген 3. Қосылған I синус 2π бөлінген 3. Сонымен міне мынадай тригонометриялық түрде жазып алдық. Фи бізге белгілі. Олай болса, xk-ға келейік. xk деп отырғанымыз косинус 2π бөлінген 3 қосылған 2πk бөлінген 2 қосылған I синус 2π бөлінген 3 қосылған 2πk бөлу 2. Енді бірінші k деп отырғанымыз 0-ден 1-ге тең. 0 және 1-ді ғана қабылдайды. Онда x 0-ді жазатын болсақ, косинус π бөлінген 3 қосылған I синус π бөлінген 3 болады. Яғни косинус 60 2-ден 1 қосылған түбір асты 3 бөлінген 2 и екен. Келесі x 1 болған жағдай, яғни k-ның 1-ге тең болатын жағдайы 6, 8, сонда 8π бөлу 6. 8π бөлу 6 қосылған I синус 8π бөлу 6. Бұл қайдан шықты десеңіздер, міне мына k-ға 1-ді бердік. Мұнда жазып қойайын, міне k 0-ге тең, k 1-ге тең. Мына жерден де тура солай, k 0-ге тең, және k 1-ге тең. Осы k-ларды апарып мына жерге қойдық, және міне мына k-ларды апарып мында қойдық. Сонда 1-ді бергенде 2π ортақ бөлім берсек, 6, 6-ға 2-ні қоссақ 8, сонда 8π бөлу 6 екен. Енді қысқартатын болсақ, бұл косинус
4π бөлінген 3 қосылған I синус 4π бөлінген 3. Ал 4π бөлінген 3 деп отырғанымыз 240 градус қой. 240 градус, сонда оның мәнін есептейтін болсақ, косинус теріс болады, минус 2-ден 1, 270 азайту 30 деп жүктей салсаңыздар да болады. Сонда минус түбір асты 3 бөлінген 2i-ға тең екен. Олай болса, міне барлық 4 түбірін таптық. Онда жазайық мұнда. Жауап x тиісті. Міне бірінші онда мынадан бастайық. 2-ден 1 қосылған түбір асты 3 бөлу 2i. Енді келесі түбірі 2-ден 1 азайтылған түбір асты 3 бөлу 2i-ға тең екен. Енді келесі түбірі міне минус 2-ден 1 деп жазсақ болады. Минус 2-ден 1 қосылған түбір асты 3 бөлу 2i. Енді ең соңғы түбірі минус 2-ден 1 азайтылған түбір асты 3 бөлу 2i екен. Сонымен міне 4 шешімін таптық. Көріп отырғандарыңыздай, мынадай x-ің 4 дәрежесі қосылған x квадрат плюс 1 тең 0 деген мынадай 4-ші дәрежелі теңдеудің 4 комплекс түбірі бар екен.